2019 жылы пилоттық жоба деп қаралып, нақтылы кезеңде үкіметтен қолдау тапқан ауыл аманаты жобасы қазір ел дамуына едәуір серпіліс беруде. Елді мекендерде осы жоба аясында жеңілдетілген несиеге үмітті жандардың тізімі де арта түсуде. Жамбыл ауданы Қаракемер ауылында тірлігін тіктеймін деген 187 азамат өз өтінімін білдіріпті. Бүгінде жобаның жемісін көріп, шаруасына шырай кіргізіп отырғандар кәсіп ашып, малмен айналысуда. Еңбектің кебін тапқан сондай жандармен біздің тілшімізде тілдесіп қайтқан болатын. Сюжет көрдік. Жамбыл облысы негізінен ауыл шаруашылығы, мал өсіру, қой өсіруге мықтап ден қойған облыс болып есептеледі. Неге десеңіз, біздің облыста климат қолайлы, сонымен қатар жем-шөпке деген таршылық мүлдем жоқ. Әсіресе соңғы жылдары, мәселен, биылдың өзінде елді мекендердегі шаруалардың мал өсіру, қой өсіруге деген қызығушылығы көңіл қуантады. Соның бірі Жамбыл ауданындағы Қаракемер ауылында тұрмыз. Мінекей мал өсірсең, қой өсір демекші, көп шаруалардың біріндей Нұрғали ағамызда қой өсіруге ден қойып, мінекей азды болса да салаға серпін беріп, өзінің кәсібін дөңгелетіп отыр. Ауыл аманаты жобасының 5 бағыты бар. Екінші бағыт мал шаруашылығы. Аймаққа келініп жатқан 4 түліктің дені Алматы және Түркістан облыстарынан екен. 5 миллион 800 мың теңге жеңілдетілген несие алған Нұрғали Тілепбергенов шарапаты мол жобаның арқасында табысын арттырып отыр. Мен 5 миллион 800 мың жаздырғам. Қазақ атамыз енді малмен өмір жүрген ғой, сол мал жағдайымен сонымен тірлік істесек қойда батырық. Істеп те жатырмыз мені. Жылқы байлап, қой байлап, қысы жазы үйде ұстап. Сонымен Құдай қаласа ары қарай көбейтіп, дамытсам ба деп жатырмын ары қарай. Аудан бойынша уақ мал, ірі қара мен жылқыны да өсіріп отырғандар аз емес. Биыл Жамбыл ауданына жоба аясында 24 миллиард теңге қарастырылыпты. Яғни 4 бірдей ауыл үкіметтен қолдау алады деген сөз. Қазіргі таңға өтінім бергендер кісілердің ауланың саны 187, оның ішіндегі 166-сы бүгінгі таңға 863 миллион теңге қаражаты алып, өзінің несиелерін алып, мал басын сатып алынып жатыр. Тұрғындардың тұрмыстық табысын арттыруға бағытталған жоба жемісті жалғасып жатқаны жөн-ақ. Алдымен жұмыссыздық жай азаят. Бұл әсіресе әуелден ауыл шаруашылығына бейім аймақ үшін таптырмас тәсіл болып отыр. Ырсала Дәуренбек, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.